Мысалы, атлық жасаушы қосымталар атлық, келбетлік, санлық, фейл сөздерден жасалу өзгешелігіне қарай екі топарға бөлінеді. Өзі солай бөлінеді сөз жасалуда. Атауыш сөздерден атлық жасаушы қосымта һәм фейл сөздерден атлық жасаушы қосымта. Бұнда қандай болады? Өзі 6 мәнілі сөз шақабы бар. Мәнілі сөз шақабы. Атлық, келбетлік, алмасық, санлық, рәуіш, фейл. Енді бұл жерде сөз жасалушы қосымталарда сөздерден дегенде фейл сөздер көп қолданылады тілімізде. Сол үшін де атауыш деп фейлден қалған 5 сөз шақабын атауыш сөз шақабы делінеді, ал фейлді фейл сөз шақабы деп өз алдына алады. Яғни атауыш сөздерден атлық жасаушы атауыш сөздерден атлық жасаушы қосымталар һәм фейл сөздерден фейл жасаушы қосымталар деп екіге бөліп қойыпты. Қалғанда келбетлікті жасағанысы да, рәуішті жасағанысы да солай давам етіп кете береді. Енді атауыш сөздерден атлық жасаушы қосымталар ш, лық, лік, кер, кеш, қор, ше, шік, шақ, шек деген сөз қосымталар. Бұларға өз алдына дәптеріңізге мысал жазасыз. Қандай болады? Мәнісі қандай? Хәмде түбірі шышылерді қойғанда түбірінде басқа мәні атауыш сөздерді қойып, солай өздеріңізді шынықтырасыз. Фейлден атлық жасаушы қосымталар маме, бабе, папе, ақ, ек, ық, ік, ғг, қк, ғыш, кіш, қыш, кіш, ын, ым, іс, с, іш, іш, сүзбе, орақ, қырғыш деген мысалларды. Яғни түбірі фейл сөзден болу керек. Бұғанда қосымша мысалларды жазып, өздеріңізді шынықтырасыз. Енді атлық жасаушы қосымталардан шылық, шілік, лық, лік түрлері өнімлі, ал кер, гер, кеш, баздар, хор, ман түрлері өнімсіз қолданылады. Енді адам мәнісіндегі атлық жасаушы қосымталарға келетін болсақ, адам мәнісіндегі атлық жасаушы қосымталар ш. Бұл қосымта кәсіпке байланысты атлықларды жасайды. Балықшы, тракторшы, сушы, дүканшы. Дас. Бұл қосымта арқылы атлықлар жақынлық, туысқанлық, біргелік мәнісіндегі атлықлар жасайды. Мысалы, қарындас. Пас, кеш, гер, кер, ман. Бұл қосымталар кәсіпке байланысты, яғни адам мәнісіндегі кәсіпке байланысты атлықлар жасайды. Ілімпаз, аспаз, өнерпаз сөздері. Анық һәм абстракт мәніндегі атлық жасаушы қосымталар. Бұларға анық һәм абстракт мәніндегі атлық жасаушы қосымталарға мысалдар келтірсек, ма, ақ, к, ақ, ма, ақ, к, ық, ғ, ғыш, ын, ма қосымталары фейл сөздерге жалғанып, анық атлықларды жасайды, яғни конкрет атлықларды жасайды. Мысалы, қатлама, сүзбе, жауын, қақпан, лық, шылық, ыш, ыс, ім қосымталар. Атлық, келбетлік, фейл сөздерге жалғанып, абстракт мәнілі атлықларды жасайды. Мысалы, жаслық, кеуілсіздік, айтыс, білім. Анық атлықларды білесіздер, көзбенен көріп, қолмен ұстай алатығын атлықларға. Абстракт атлықларды болса, текке пікірлей алатығын, сезе алатығын атлықларға айтылады. Егерде жаңа тестті айырылмашылығына қараң деген уақытта ұсыз жақларын ұста реплерді келуі мүмкін. Сол үшін бірімлеп айтып атырманда, айырылмашылығын айырған уақытта сол жағына қарап айырасылар. Абстракт атлықларға мысалдар келтірсек, лық, лік, қана, стан, шылық, шілік қосымталар. Орын һәм кәсіп атларын білдіреді. Білдіретін атлықлар жасайды. Мысалы, атлықтың лық, қана, стан қосымталары атлық сөздерге жалғанып, сол сөздерге қатынасылы орын мәнісіндегі атлықлар білдіреді. Мысалы, тоғайлық, далаңлық, пақталық, жүзімлік, асхана, Өзбекстан, Қарақалпақстан. Атлықтың шылық, шілік қосымталары атлыққа жалған кәсіп атларын білдіреді. Диханшылық, жүзімгершілік, балықшылық, шаруашылық ұсаған.